Енді дін істер басқармасы көбі қоғамда дін істер басқармасы мен КМДБ-ны екеуін нетеді, шатастырады. Дін істер басқармасы КМДБ-ның составында дейді, КМДБ дін істер басқармасының составында дейді. Оның бәрін біз қайдан көріп отырық? Оның бәрін біз әлеуметтік желіде бағанағы комментарий, пікірлерін жазғанда сөйтіп айтады бағанағы. КМДБ қайта қарап отыр, дін істер басқармасы ана муфтиді неге алып тастамайды, мына имамды неге алып тастамайды деп біздерге оны жолдайды. Енді дін істер басқармасы айтайын, ол деген мемлекеттік орган болып саналады, жергілікті атқарушы орган деп айтылады, көрсетілген. Дін істер басқармасының ең бірінші біз сол анау ұстанатын, жұмыс жасайтын заңымыз, ол діни қызмет, діни бірлестіктердің заңы 2011 жылы шыққан, 11 қазанда. Сол 2011 жылы шыққан заң, сосын бір өзгеріс болды. Ода 2013 жылдарынан кейін білесіздер, Қазақстан бойында, Қазақстанның соның ішінде Атырау, батыс елді аймақтарында жарылыстар болды, акттар болды, лаңкестік террористік акттар болды. Сол жерде енгізілген бір заңның ішіне анау 14 жастан бастап 14 жастағы жасөспірімді уголовный неге құқығына етіп тартуға болады деген. Яғни 14 жастан бастап жауапкершілікке тартылады лаңкестік әрекеттер үшін. Енді сол заңда қазіргі таңда өте қызық болып отыр қоғамда. Неге десеңіз, өздеріңіз білесіздер, анау қазір көбінесе көп айтып отыр, мына Нұртас Адамбай бағанағы әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне неге тартып жатыр деп түсініспеушіліктер болып отыр қоғамның арасында. Бізде дін істер басқармасында бағанағы айтқандай діни қызмет, діни бірлестіктер турасының заңында жақсы дұрыстап көрсетілдіру айтылған, кімдер діни мазмұны бар материалдарды және де заттарды тарата алады. Біздің Қазақстан Республикасында аймақтарда кімдер? Ол жақсы етіп белгіленіп айтылған діни бірлестіктер. Заңды түрде аймақтарымызда тіркелген діни бірлестіктер. Мысалға, Астана қаласында 57 религиозный конфессиялар тіркеліп, яғни 57 діни бірлестіктер тіркеліп, 14 религиозный конфессиялар қызметтерін жасап жатыр. Соның ішінде 33 ғибадат үйлері тіркеліп, анау мешіттеріміз бар, орыстардың православие христиандардың шіркеулері бар, синагога бар, католицизмдардың католик шіркеулері бар, протестанттардың өздерінің құлшылық үйлері бар. Сол 33 осы Астана елорда қаласында жұмыс қызметтерін қылып жатыр. Міне осылар ғана тек діни материалдар мен діни заттарды осы әлеуметтік желі болсын, басқа болсын, сол жерде таратылады. Енді тағы да мемлекеттің дін істер басқармасының мемлекет көрсететін жұмысы бар. Ол мешіттер салу үшін рұқсат береді. Намазхана, басқа да бағанағы айтып отқан нүктелер, діни заттар, діни бағанағы материалдар бар, кітаптар сататын нүктелерді белгілеп, соларға рұқсат береміз. Және де миссионерларға келген, шетелден келген миссионерларды тіркейміз. Әрине, олар енді келіп, мен миссионермін деп бірден кіріп кете алмайды. Олардың өздерінің мемлекеттің қойылған заңы бар, талаптары бар. Олардың материалдарын бірінші енді өздерін тексереміз, сосын барып материалдарын экспертизаға жіберіп, дін экспертизаға жіберіп, эксперттардың қорытындысын алғаннан кейін ғана оларды қайда біз рұқсат береміз, бағанағы уағыз насихат өздерінің жамағаттардың арасында қызметтерін атқаруға. Енді және де сонымен қатар заң болғасын, оның заңда бәрі түсіндіріліп айтылғасын, оның заң бұзатын адамдар да болады. Оларды бағанағы әкімшілік құқық бұзушылық кодексі бойынша біздің дін істер басқармасына жүктеген 2 бап бар. Ол біріншісі 450-ші бап, екіншісі 490-ші бап. 450-ші баптың мысалға 6 тармағы бар, мына 490-ның 8 тармағы бар. Оның ішінде бағанағы айтқандай заңсыз миссионерлік қызмет, заңсыз бағанағы рұқсатсыз
материалдарды тарату, оны сату, оны шығару, басып дегендей заңсыз, бағанағы айтқандай заңда, бағана діни қызмет діни бірлестіктердің заңында шетелден кім кіргізе алады материалдарды, кітаптарды кім кіргізе алады, заңда айтылған, ол діни бірлестіктердің діни бірлестіктер кіргізе алады. Яғни муфтият кіргізе алады. 1000 кітап кіргізе ма, 10.000 кітап кіргізе ма, шекарадан олар тосқауылсыз кіргізеді, бірақ оның таратуы міндетті түрде бірінші дін істер комитетіне жіберіп, діни экспертизаның қорытындысын алғаннан кейін ғана барып, естеледі, халыққа таратылады. Көрдіңіздер ме? Сондықтан бұл жерде кейбір кітаптарды алғанда екі қорытынды тұрады. КМДБ-ның қорытындысы, сосын барып біздің министрліктің дін істер комитетінің қорытындысы. Осы жерде түсіндіріп өтейін, неге екі қорытынды болып келеді. Бірақ заңда, діни қызмет діни бірлестіктердің заңында міндетті түрде тек қана министерствоның біздің дін істер комитетінің қорытындысы болу керек. Оң қорытындысы. Сонда ғана КМДБ-ның көрсетілмеген заңда. Енді КМДБ өздерінің шығарған кітаптарын сол қорытындысын жазады. Осы КМДБ-ның бағанағы эксперттерінен қорытындысы беріліп, оң қорытындысы беріліп, соны таратуға рұқсат беріледі деген. Олар діни бірлестіктер, ислам болсын, конфессия, ол бағанағы иудаизм болсын, басқа да христианство болсын, православный христианство, протестанттардың кітабы, олар өздерінің мысалға ислам шариғи тұрдан бағанағы қарсы емес дегені. Біздің мемлекетіміз мысалға преамбулада заңда айтылып тұр. Ханафи мазхабы, дәстүрлі ханафи мазхаб және православие христианство деп, солардың шариғи тұрдан олар оң қорытындысын береді. Ол қайшы емес деп бар ғой. Ал біздікі неге біздің дін істер комитетінің қорытындысы заңға енгізіліп тұр, олардікі енгізіліп тұрған жоқ. Біздіңкі неге енгізіліп тұр? Біздің қорытынды ол біздің Қазақстан еліміздің конституцияда, басқа да заң мен заңнамаларға қайшы емес деген. Міне осы ең бастысы, соны ұмытпауымыз керек. Бір жерге барып тексеріске барғанда бағанағы кісілер өздері сатып отқан кітабын көрсетіп тұрады, міне менікі қорытындыдан өтті дейді. Тек қана КМДБ-ның қорытындысын көрсетіп тұрады, бар ма? Бұл жерде КМДБ емес, бұл жерде ең маңызды, бағанағы айтқандай, дін істер комитетінің діни қорытындысы керек, экспертизадан өткен. Енді 490-ға келетін болсақ, бағанағы айтқандай, екі мына бап пен мына бап екеуі бірдей секілді, былай қарап барсаң. Бірақ мына бір жерде де шығару бар, мында да шығару бар. Мында да кіргізу бар, мында да аймаққа, Қазақстан елімізге кіргізу бар. Мында да басып шығару бар, тарату бар, мында да сол бар. Бірақ ерекшелігі бұның 490 бұл деген біздің мысалға КМДБ-ның кітаптарын ұлықсатсыз жергілікті атқарушы органнан, яғни дін істер басқармасынан жергілікті атқарушы органнан ұлықсат алмай таратқан үшін біз осы мына бапты қолданамыз. Мысалға қазір көптеген осындай әкімшілік құқық бұзушылық әрекеттер мына қажыға барған адамдардан көп болады. Қажылыққа барып келеді. Қажылыққа барып келеді де 10 Құран, 20 Құран, 40 Құран соны алып келеді де әншейін беріледі ғой о жақта. Содан біздің Қазақстанға кіріп келгенде әрине шекарашылар оны тоқтатады. Не бұл? Бұл діни кітап. Заң бойынша діни кітапты кім алып келе алады? Бағанағы айтқандай? КМДБ. Діни өкілдері тіркелген бағанағы діни бірлестіктердің өкілдері, әрине олардың құжаттары болу керек. Құжаттары да қаралады. Енді ал қарапайым Қазақстанды біз сияқты адамдар, қарапайым адамдарға бір кітаптан тек қана заң бойынша кіргізуге рұқсат берілген. Өзіміз пайдалану үшін. Бір Құран ба, бір Құран болды. 2 Құран алып келдіңіз ба, сіз мына бапқа ілігесіз уже. 5 Құран алып келе жатсыз ба, мына бапқа ілігесіз. Бірақ айтылып отыр, әрбір кітаптың бір данасынан мен алып келуім болады. Мысалға, Шамиль Әлеудиновтың бір 10 томдық бір кітабын алып келе жатыр. 10 томдық. 10 томдық бір кітаптан болып, 10 кітап болып саналады. Оны кіргізуге болады. Енді бұл жерде кіргізгеннің өзінде де жеке тұлға ретінде сараптамадан өткізу керек. Сараптамадан өтпесе, онда әрине ол заң бұзушылыққа барады. Қараңыздар, мынаны да кіргіздік, мынау да сол кіргізуге болмайды. Бірақ ерекшелігі телефон, смартфондарға келейік, міне. Мында да менің материалдарым бар.
Онда менің материалдарым бар. Мысалға Арман Қуанышбаев, Нұрлан Имамның да, тиктокер Нұрлан Имамның материалдары бар, Ерлан Ақатаевтың материалдары бар. Мен өзіме жүктеп алдым. Бірақ оны таратып жатқан жоқпын. Көрдіңіздер ма? Егерде менің смартфонымда салафия ағымы, уахабия идеологияның шейхтары, Сасетлинский, Кастекский, солардың нелері болатын болса, материалдары, мына 450-ші бапта сақтаған үшін деген бар. Көрдіңіздер ма? Мұнда сақтаған үшін деген жоқ. Ал мына бапта 453-те сақтаған үшін деген бар. Аккаунтке керек. Өздеріміздің аккаунтымыз бар, мана страничкамыз бар. Сол страничкамызда мысалға жүктеп қоямыз, е? Мына кісілердің, КМДБ-ның өкілдерінің уағыздарын жүктеп қоямыз. Менің аккаунтым ашық. Менің аккаунтыма сіз де кіресіз. Мына отырған бауырларымыз келеді, Талғат ағаларың келеді, ұстаздарың келеді де не істейді? Менен жүктеп алып кетеді. Автомат түрде мен кім боламын? Таратушы боламын. Көрдіңіздер ме? Мен таратушы боламын. Мұнда да бар тарату. Мұнда да бар тарату. Өзіңізге сақтап қойсаңыз, жауып, керек кезінде кіріп, ол үшін жауапқа тартылмайсыз. Ал егерде мынаған сақталып тұрса, жауып тұрсаңыз, сақтап тұрса, сақтаған үшін не істейсіз? Жауапқа тартыласыз. Егер десеңіз, бұл материалдар, мынау сол айтқандай, деструктивтік не ағымның өкілдерінің материалының бабы 453 деген. Мына материалда анау оскорбление религиозных чувств деген бар. Діни нанымға нұқсан келтірген. Бұл статья бойынша, мысалға, Атыраудың соты, бағанағы тәңіршілер дейміз ғой, қазір көптеген тәңіршілер шабуыл жасап отыр осы ислам ұстанушыларға. 72-дегі бір Алматының үлкен кісісі комментарияда былай жазып қойды. Сендердің мұхаммедтерің педофил. Болды тек бір предложение. Сол үшін не істеді? Атыраудың соты бағанағы шағымданып, бір жігіт шағымданды, менің бана діни сезімме, несіме нұсқан келтірді, мына осындай нені тауып беріңіз, осында жауапкершілікке тартыңыз дегендей, ана 72-дегі шалды, үлкен кісіні ана жауапкершілікке тартып, 43 мың екен. Анау 20 МРП 43 мыңды мойында нетіп, сосын сот бойынша бағана удалить етіп жатқан контент. Діни алауыздыққа алып келетін бап. Діни алауыздыққа алып келетін. Бәріміз де білеміз, Тоқтар Абыз деген, е? Тоқтар Абыз. Анау 10-15 жыл сол бана тәңіршілердің қолбасшылары, белсенді әлеуметтік желіде қызмет атқарады. Осы статья бойынша бағанағы діни алауыздыққа алып келген үшін ол кісіде не істеді? Жауапкершілікке тартылды. Бұл кісі бүйтеді, Құранда Құдай тағала арақ ішіңдер деп, арақ ішуге болады деп тұр. Діни алауыздық қой, арақ ішіңдер, бірақ естеріңден таңбаңдар дейді. Арақ ішуге болады, бірақ естеріңден таңбаңдар дейді. Ол не істеп жатыр? Діни алауыздық тудырып жатыр қоғамда. Міне сол үшін Астананың сотымен біз осы сол кісіні осы Астанада әкімшілік құқық бұзушылық кодексі бойынша іс қозғап, ол кісіні жауапкершілікке тарттық, мына осы немен. Енді Нұртас Адамбайға келетін болсақ та, Нұртас Адамбай дінге келіп, бағана бәрін қойып дінге келіп, миссионерлік қызмет атқарғандай болып, анағы цитировать Құранның, мысалға Құранның аяттарында да өздеріңізге салып, оны ары қарай таратудың да өзі не? Ол діни материал болып табылады. Құран аяттар. Сіздер имамдар емессіңдер, сіздер мешіт ұстаздар емессіңдер. Заң бойынша айтылғандай, оның бәріне шектеу қойылған. Сондықтан ол бағанағы оның парақшасында 3600 екен, содан астам материалдар болды. Сосын жауапкершілікке тартыларының алдында біз шақырғанда ресми хатшы беріп, осылай сіз мынадай 490 бап бойынша әкімшілік құқық бұзушылық кодексі бойынша әрекеттеріңіз осылай белгілі болып, біз соны шақырғанда ол алдта бағанағы аккаунттарын бәрін таратып, 5-6 материалдарын өзінің бағанағы бір жерде қыдырған материалдарын салып қойды. Көрдіңіздер ме?
Сонда бәрібір осы мына заңға алып келіп соғылады. Мына 490-ға келіп соғып жатыр. Анау нелер біздің имамдар жайлы айтылды. Бір имам бағанағы шеше деген сөз, ол деген бағанағы баласын тастап кеткен, бүйтіп кеткен, сөйтіп кеткен деп қазіргі таңда ол да не істеді? Біздің салт дәстүрге балта шапты. Біздің салт дәстүріміз бар, ұлттық құндылығымыз бар. Шеше деген жақсы, ол кәдімгі сөз. Мысалға, шешең кім деп сұрайды ғой. Сонда біз үлкен кісілер бұрын сұрайтын еді, шешең кім дегенде. Сонда ат жөнін айтасың, ол шеше бізді тастап кеткен ештеңе жоқ қой. Адам қылды, сөйтті. Сонда не істеді? Ол кісінде де бағанағы жұмыстан КМДБ-дан шектетті. Міне, ол кісі кезінде оқыды, тоқыды, КМДБ-ның өкілі болды ма, бірақ жұмыстан шыққаннан кейін оның уағыз насихаттары өзі жүргізе алмайды, тоқтайды. Көрдіңіздер ме? Ол анау Алиасқарды бітірсін, Нұр Мүбаракты бітірсін, бірақ ол діни бірлестіктің мүшесі емес пе? Мына жұмысы тоқталады да, заң бойынша кәдімгідей адамдар ұқсап, осы дін материалдарды таратқан үшін жауапкершілікке тартылады. Қазіргі таңда бағанағы айтайын дегеніміз, мына заңдарға, біздің діни қызмет, діни бірлестіктер заңдарына біз деген өзгеріс жасайық деп отырмыз. Неге десеңіз, мысалға араларыңызда қазір бағанағы дүкен ашам деген дейтін ойы болса, дүкен ашамыз, бағанағы сол діни заттарды сатайық, дәстүрлі кітаптарды сатайық, Ханафи мазхабын дегендей, ол бізге жақсы мемлекетке. Сондай көп нүктелер ашылған. Неге десең, жастар интернеттен, басқа жерден ақпаратты алмайды. Сол нүктелерден барып, бутиктерден барып, ресми түрде рұқсат берілген КМДБ болсын, біздің дін істер комитетінің болсын, сараптамасынан өткен кітаптарды көп таратылған, алған жақсы. Неге? Мысалға 83%-дан жоғары жусан операциясымен келген әйел адамдармен біз сұрағанда, соларды зерттегенде 83% олар әлеуметтік желіден уланған. Бірінші күйеулері, екіншісі әлеуметтік желіден дейді. Ал кітап оқымаған, көрдіңіздер ме? Сондықтан мына жерде маған айтып отырық, біз жергілікті атқарушы орган бола тұра рұқсат береміз, мемлекеттік қызмет көрсетеміз. Құжаттарын тапсырады, бір айдың ішінде біз әкімнің өкімі шығады да, пәленше жерде бутигі бар екен, міне осы жерден кітаптар, діни кітаптар сатуға рұқсатын береміз де, бірақ екіншісі мәселе заңда көрсетілмей қалған, қазіргі таңда біз өзгерісті жасап, соны қаралып жатыр, бұйырса осы сол енгізіледі. Мынандай мәселе. Кәсіпкерлер сатуын, алуын, рұқсатын алады бізден, бірақ ол материалды қайдан алады? Мен Қытай товарын сатам. Мен қайдан алам? Қытайдан алам. Беларусь мебелін сатады, жиһаздан. Сіз қайдан аласыз? Беларусиядан. Енді 73%-дан жоғары қазіргі таңда жастар көбінесе осы діни материалдардың, мына әлеуметтік желіде орысша уағыздайтын уағызшыларға тіркелген. 73 жоғарыдан, 73-тен жоғары. Соның ішінде, біз айтып отқан матхалит бар, салафит бар, біздің ханафиттер де бар, сол бәрі 70%-дан жоғары орысша материалды іздейді, контенттер бар. Видеосы болсын, лайв болсын, орысшасы. Енді қараңыздар, сіз кәсіпкерсіз, сіздің рұқсатыңыз бар, бірақ материалды қайдан аласыз? Заң бойынша қараңыз, заң бойынша бізде орысша кітап Қазақстан аумағында ондай көп шықпайды. Көбінесе қазақша, онда көп дұрыс иере алмай жатырық бар ғой. Сіз қайдан аласыз кітапты? Орысшасы керек. Ал заң бойынша тек қана діни бірлестіктер. Сіз кімге барасыз? Имамдарға барасыз, айтасыз, маған кітап алып келіңізші. Бұнда коррупционный риск та болуы мүмкін. Бәрі бірдей ақ емес қой, бәрі бірдей пәк емес. Түсініп отырсыз ба? Сондықтан бұл жерде сізге де қазіргі таңда осы өздерің сияқты кәсіпкерлер Казаньға барып, Казаньда көп кітаптар шығады, жақсы дұрыс кітаптар. Сол жақтан барып кітаптар алып келу үшін, шетелден Қазақстанға кіргізу үшін осы кәсіпкерлерге діни қызмет, діни бірлестіктер заңына өзгеріс енгізуге біз осындай жұмысымызды жасап, қазір министрлік соны қолдап жатыр. Біз оларды да ойлауымыз керек. Олар да кіргізу керек материалдарды. Кіргізді,
бірақ сараптама арқылы өткеннен кейін барып бағанағы өздерінің бутиктеріне қойып таратуға болады. Ол бір. Екі, бутиктер ашу үшін, намазхананы ашу үшін аумағы 300 метр болу керек деген көрсетілген заңда. 300 метр мемлекеттік ғимараттар және де оның ішіне балабақша да кіреді, оның ішіне подготовка, центр подготовки детей к школе деген қазір көп қой ол. Емханалар кіреді, бәрі кіреді сол жерде бар. Административный зданиялар кіреді, әкімшілік ғимараттар. 300 метр аймағында солар болмау керек. Астана қаласынан сондай аймақты тауып беріңдерші маған. Яғни бұл жерде қайтадан не? Кәсіпкерлердің бағанағы ущемлениясы болады. Соны алып тастауға қазір онда министрлік қазір қарап, соны алып тастайын деп отыр. 300 метр болмау керек деп. Біз оларға жазып, дәлелдеп бердік. Неге десеңіз, көптеген бағанағы террористік, лаңкестік акттар қайда болып жатыр? Қай жерге шабуыл жасап жатыр? Мешіттер, шіркеулер, синагогалар, солай ғой. Және де енді мектеп, ол уже Колумбайн деген не бар, топ бар, Колумбайндар. Есіңдер ме Колумбайндарда? Анау 90 жылдары ма осы Колумбияда болған бір топ, Колумбия жерінде болған топ, өздерінің класстастарын, апайларын барады атып тастайды. Содан басталып кетті, Колумбайны деп бар ғой. Солар мысалға Казаньда болды, бәріміз білеміз, Татарстанда, Ресейде, тағы бір қаласында болды. Қазақстанда бізде бір факт болды, бір факт соның. Бірақ баяғыда лаңкестер болғанда президент Назарбаев айтты ғой, құзырлы органдарға, сендер постфактум жасайсыңдар деп бар ғой. Надо то есть до совершения правонарушений, преступлений, пресекать соларды табу керек до совершения лаңкестік нелерге, қылмыстарға. Зерттеп, бізде дін істер басқармасында діни зерттеу орталығы бар, оның ішінде бір бөлім бар, мониторинг анализі деген, мониторинг, әлеуметтік желіні мониторинг жасаймыз. Сол Астана деп айтып отқан жоқпын, Қазақстанның бір аумағында айтпай қойын, қай жерінде екен, бір бала сол мониторинг кезінде көзге түседі. Мамандардың 9 класс баласы кілең мылтықтармен нетеді, Counter-Strike ойнайды, көп мылтықтармен қызығушылық танытырады. Оның әкесі еще охотник екен, әкесі 3-4 қару-жарақ бар екен. Ол бір күн сейфін ашып тастап кетсе, мысалға бала барып бағанағы қазақ өкілі емес, ол тем более қазақ ұлт емес, дайындалып жүрген бағанағы неді? Бала бар ма кәдімгі. Қару-жарақтың қай бағадан сатылады, жергілікті охотничий магазиндардың сайттарына кірген, сөйтіп. Сосын артынан оны біз хабарладық мектеп психологымен ата-анасына. Осылай балдарыңыз осындай болып жүр деп бар. Ол біз бір факт деп айтамыз. Неге десеңіз, ол алдын алу жұмысын біз қызметін жасадық. Біз оны көзімізге түсті мониторинг кезінде, біз міндетті түрде мектеп мамандарына беруіміз керек, психологпен ата-анасына айтып. Сөйтіп әріптестер жұмыс жасап, баланың кішкене райынан қайтарды бар ғой. Бірақ ол енді бақылауда болады міндетті түрде. Осындай нелер бар. Бағанағы айтқандай 300 метрін соны алып тастап жатыр қазір. Кәсіпкерлерге сондай бір жеңілдік беріп жатыр. Ол бір мешіттерге 300 метр қосыңдар деп жатыр. Неге десеңіз, бағанағы айтқандай Афганистан болсын, бағанағы Пакистан болсын, Франция болсын, Англия болсын, жерде кімдерге шабуыл жасады? Осындай құлшылық үйлерге шабуыл жасап, жарылыс адамдарын атып сөйтіп кетіп отырған жағдай. Қазіргі таңда бізге ол мешіттердің аймағында 300 метр керек. Неге десеңіз, үлкен жарылыс болатын болса, түбінде детский сад болатын болса, балабақша, ол осколкілері балабақшаларға, балдарға зақым келтіруі мүмкін. Мынаның қырып барып
жүгіріп барып қасында болатын болса, садикке, мектепке кіріп кететін болса, не істейді? Заложник қылып алып қалады террористтер да. Соның сондай қауіпсіздік туындағасын 300 метрді мында қосыңдар деп жатыр біз қазір. Мынаны алып тастаңдар деп жатыр. Бір жақсы құжат келді, соны қарастырып, соны енгіземіз. Тағы да қандай ұсыныстарыңыз бар, соны айтыңыздар деп. Енді мына баптар бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Қандай сұрақтарыңыз бар? 453 бап бойынша әкімшілік бар, или қылмыстық болып есептелінеді 453? Қылмыстық шығару үшін, мысалға, бір қылмыстықты айтайын, Атырауда болған. Бір жігіт өзіне топ ашады. Әлеуметтік желіде группа ашады, соның ішіне 30-40 адамды кіргізеді. 30-40 адамды кіргізеді, экстремистский бағанағы материалдарды лақтырады, ішіне толтыра береді. Ол админ. Оны сала береді. Көрдіңіздер ме? Не істеп жатыр ол? Уландырып жатыр, Уландырып жатыр. Міне, бұл жерде бағана уголовный статьяны ашу үшін осындай көп нелер керек. Мысалға топ жинады. Оны ана жігіттің әрекеті қандай болды? Ниеті қандай болды? Соның бәрін шығарады да, сосын барып, если усматривается уголовное преступление, онда алады да, не істейді? Уголовныйға возбуждение уголовного дела материалды береді. Бізде болды ондай мониторинг кезінде сондай топтарды шығарып, сосын департамент полициясыға берген бар ғой. Ондай болды. Әкімшілік ол бағанаға жеңіл-желпі тарату, алауыздық тудыру, осындай. Айыппұл көлемі неше? Айыппұл көлемі, қызық айыппұл көлемі. Қараңыздар. Мында жеке, уақыт шектеліп жатыр. Жеке тұлғаға 50 көрсеткіш. Бір айлық 50 көрсеткіш жеке тұлғаға. Мында жеке тұлғаға қараңыздар, мынау Ханафи мазхабы бойынша, дәстүрлі ислам бойынша материалдарды таратып жатсыздар да, сізге 484 мың теңге штраф. Мында вахабия идеологиясының, салафия ағымының материалдарын таратып жатсыз, сізге 20 МРП. Қызық, біз оны да жаздық, өзгертіңдер деп. Я мынаны көтеріңдер, я мынаны төмен түсіріңдер деп бар ғой. Енді әлі қаралып жатыр, 3-4 жыл өтті, қаралып жатқандарына. Қараңыздар, мынау сіз қоғамды улап жатсыз, бірақ сіздің 48 мың теңге штрафыңыз. Мынау қоғамды уламайды, былай қарасаң, дәстүрлі ислам. Жақсы Арман Қуанышбаевтың мысалға уағыздары, Нұрлан имамның уағыздары, бірақ сізге 180 мың штраф. Мен сосын ойға келдім, мынау кезінде жазып жатқанда бәлкім шатастырып алған сияқты деп бар ғой. Законописцы. Шатастырып алған шығар деп бар ғой. Мынаны түсіру керек деп бердік, ұсыныс, мынаны көтеріңдер онда. Болмайды. Екінші рет әрекет, бір жылда екі рет жасасаңдар, мынау бойынша 745 мың теңге. Қызық, Яғни 200 МРП. Мынау. Соның бәрін сол қарастырыңыздар деп. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Сол діни материалды таратқан жеке тұлғаға штрафтан бөлек қандай оны аккаунты өшірілем, қандай шаралар жасалады? Штрафтан басқа мында штраф және де 3 айлық мерзімге сіздің жұмысыңызды, қызметіңізді тоқтатады. Интернет желі болғасын, ол 3 айлық мерзімге аккаунтты не істейді? Бұғаттайды. Мысалға, Валберс айтып өтейін, Валберсе, Озон бар, Валберс бар, Алибаба бар, не бар, жетеді ғой, Каспи бар. Сол жерде діни материалдар өте көп. Валберсті зерттеп қарағанда 12 мың діни материал бар екен, оны ашып ішіне кіргенде 1300 тек қана исламдікі болды. Оның ішіне кірсек, вахаби бар, салафи бар, тұнып тұр бар ғой кәдімгідей. Оның ішінде тағы бір кітап бар, мана энциклопедия вождеизма деген. Ол не, оно как строй фашизма, нацистов, воспитать настоящих нацистов. Сол кітап сатылып жатыр бар ғой даже. Соған заказ бердік, 5 жерден заказ бердік, 3-4 күннен кейін оны кіргізді. Қараңыздар, головной офис в Алмате.
Онда мен Атырауда қызмет жасаймын, сол Атырауда заказ бердік, 3-4 күннен кейін бізге келді, хабар келді, бана сообщениемен хабар келеді, осындай пункттен алып кетіңіздер деп бар ғой. Енді Алматы қарайды, так, Атырау 3200 километр. Біз мына 5-6 кітапты аяққа артқанша Астраханьнан кіргізейік. Көрдіңіздер ме? Астраханьнан кіргізе қойыңыз 350 километр деп. Олар Астраханьнан кіргізді. Біздің шекарашылар қайда қарап отыр? Бағанағы заң қайда? Шекарашылар қайда? Көрдіңіздер ме? Шекарашылар кіргізіп жіберді. Біздер алдық, сосын енді әрине оны біз тектен-тек алып атқан жоқпыз ғой. Ол жерде бағанағы департамент полицияның экстремизм бөлімінің нелері бар, өкілдері бар, участковый бар, соның бәрін барып изымать еттік, сотқа бердік, Валберсте 740 мың теңгеге штраф салды да, бағанағы таратқан 5 нүктені 3 айға жауып тастады. Көрдіңіздер ме? 3 айға жауып тастады. Егер де сіздің аккаунтыңызда осы мәселелер бойынша материалдар болатын болса, онда сізді штрафқа салады да 3 айға бұғаттау керек. Бірақ судебный практика бұндайды өтпеген әлі. Дұрыс түсінбей жатыр, оны біз қалай бұғаттаймыз деп, қалай жұмысын тоқтатамыз деп бар ғой. Сіздің мысалы аккаунтыңыздың қалай жұмысын тоқтатады? Сот әлі бізді түсіндіріп жатыр. Онда бір понятие бар, бана соттың шешімі шықты ма? Приостановить деятельность на 3 месяца, а интернетқа келетін болсақ, оны аккаунтын 3 айға тоқтату керек. Это потеря подписчиков и так далее и тому подобное. Мысалға, кімді мысалмен жақсы негізі бар ғой, мысалмен түсіндірген жақсы. Мысалға, Жанат Бақытты танитын шығарсыңдар бәрін. Танисыздар ғой? Я подписан. Вы подписаны? Ну, я подписан. Мне сен долг службы. Көбінесе мен жазыла беремін, неге сен зерттейміз, анау. Сол Жанат Бақытта ол кезде біз штрафқа тартқанда, оны да тарттық, бана діни алауыздық үшін тарттық оны. Неге десең, ол кісі айтады, бана Алланың ісі бітті, енді жаратушының мен пайғамбарымын дейді. Бүгін түнде мен бағанағы Кенесарының бейнесінде тұрдым. Ол сіздерге айтты, менің басымды іздемеңдер. Келесі күні қайттан шығып жатыр эфирға, 2,5 миллион сонда әйел адамдар тыңдайды. Келесі күні шығады айтады, мен бүгін Абылай ханның бейнесінде болдым, ол сендерге осындай сәлемдеме жолдап жатыр деп бар ғой. Сондай ананы естіп отырғанда, действительно басың ауырып кетеді бар ғой. Сол кісіні біз жауапкершілікке тартқанда, сот оны алды, бағанағы неге тартты, жауапкершілікке штрафын салды, бірақ бұғаттаған жоқ. Көрдіңіздер ме? Не екенін білмейміз ал енді. Ол енді сот шешеді, Мәселе сонда болып тұр. Мәселе сонда болып тұр. Вайлберста жаңа айтып отырсыз ғой, 3 айға несі жұмысы тоқтайды деп. Бірақ 3 айдан кейін ол қайтадан жұмысын қайтадан өңдеп, қайтадан жалғастыру. Астанаға келгенде тап сондай етіп Вайлберста тағы да әкімшілік құқық бұзушылық кодексі бойынша жауапкершілікке тарттық, бірақ әрбір жерде өңір мысалға Атыраудың соты практикасында үйреніп кетсе, Астананың сотының практикасы әлі үйренген жоқ ондайды. Ондай инциденттер болған жоқ, көрдіңіздер ме? Соны білмей жатыр қалай нетіп. Ол кісілермен кездесіп сөйлесіп, сол Атыраудың бағанағы шешімдерін көрсетіп, бүйтіп, қазір кішкене жұмысымыз алға басып жүріп жатыр. Яғни тазарту керек. Бәріміз әкеміз, бәріміз анамыз. Мына тағы бір проблеманы айтайын. Біз қазір міне тып-тыныш отырсыңдар, бірақ сіздер білмейсіңдер, балдарыңыз не істеп жатқанын, иә? Қандай сайтта жүр, діни сайттарда, қандай топтарда жүр дегендей, 1 марттан бастап, наурыздан бастап, Дін істері басқармасының тарапынан бағанағы телеграм-бот Астана Телеграм деген автоматизированный, Астана ақпарат, телеграмда Астана ақпарат автоматизированный бот енгіздік жұмысқа. Соған кіріп, балдарыңыздың, тума-туысқандарыңыздың бір аккаунттарын салып, проверка жасауға, ол 3 секундтың ішінде сізге береді. Ол анау теріс топта бар ма, я жоқ па. Соның ішінде бағанағы заңдардың бәрі түсіндіріледі. Жақсы керемет нәрсе, ол деген анау родительский контроль дейміз. Сонымен пайдаланыңыздар, тіркеліңіздер. Оны сіздер алып, достарыңызды да бейтіп, аккаунттарын салып қарауға бар ғой. Кіммен дос болу керек, кіммен дос болмау керек дегендей, сондай мәселе. Телеграм, Астана Телеграм деген. Қараңыздар қазір. Астана ақпарат Телеграм дей бермейді. Телеграмда Астана ақпарат деп соқсаңыз, ол шығады, соған тіркеліп кетіңіздер. Сосын балдарыңызды бағанағы алып, негізі балдарыңыз қазір неде ғой? Ключ, код, анау-мынау сіздерге бермейді телефонды дегендей. Сол
мына бапта қызық, кітапты тасымалдауға болмайды материалдарды Қазақстанның республика бойынша территориясында. Мысалға бір пост тұрса тоқтатты, осмотр жасады, не алып келе жатсыз? Кітап алып келе жатыр едім. Ну не кітап? Сонда ол сондай қызық статьялар жақсы. Негізі біз айтады, көп айтады бағана, дін заңын күшейту керек, дін заңын күшейтіп қажет емес. Дін заңының статьяларын, баптарын ояту керек. Жергілікті атқарушы орган, соның ішінде яғни менің әріптестерім дін істері басқармасының өңірлерде жұмыс жасау керек. Әлеуметтік желіні тазарту керек. Әлеуметтік желінің бір ерекшелігі, мысалға мен Астанада отырып, Египетте отырған қазақ жігітті сотқа тарта аламын. Неге? Неге десем, ол Қазақстанның азаматы. Африкада жұмыс жасасын, проблем жоқ. Ол Қазақстанның азаматы ма, мен сотқа тарта аламын. Анау әкімшілік құқық бұзушылық кодексінде айтылып тұр. Мана протокол составляется по месту чего? Совершения административного правонарушения дейді. То есть территориально. Астана ма, сен Астана қаласында тек қана сол азаматтарды нетесің, мысалға мусорды басқа жерге тастадың, түкірдің, басқа бір не еттің, сол территорияда сізді әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне жауапкершілікке тартылады. Әлеуметтік желіде ондай границы жоқ, территорияға бөлінген. Мысалға, бір мысал айтайын, Түркістанның жігіті Египетте оқып жүріп, бағанағы марказдарда оқиды да, сәләфи ағымның материалдарын кешке шығады, 4-5 мың Инстаграмда, сосын Фейсбукта өзінің парақшасылары бар, сол жерде сабағын береді. Сабағын беріп жүрді. Атырау алды да сотпен, біз оны іс қозғадық, сотпен тартты. Түркістан азаматын. Көрдіңіздер ме? То есть границы жоқ бұл жерде. Сіз отырып лақтырдыңыз ба, бүкіл әлем қарайды сіздің неңізді, парақшаңызды. Бүкіл Қазақстан қарайды сіздің парақшаңызды. Рахмет. Сөз кезегін берейін.